Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін мен әріптестерімнің өтініші бойынша оқушының үлгерім таблін шығарудың тәсілдерін көрсетпекшімін. Әдеттегідей күнделік кезекте өздеріңіздің парольдеріңізбен кіріп аласыздар. Кіріп болғаннан кейін есептер бөлімін басасыздар. Мен есептер бөлімі басып тұрмын. Сол кезде сіздердің экрандарыңызда мынандай оқушылардың сыныптары бойынша көрсеткіштер көрсетіледі. Енді қараңыздар, міне оқушылар деген бөлімді басып, тетікті басып, өзіңіздің сыныбыңызды таңдайсыз. Мысалы, мен 8-ші Б сыныбын таңдадым. Енді осы жерде барлық кезеңдер бойынша деген бөлімде тұрады. Сіз енді оқушыңызды таңдайсыз. Мен жаңа оқушымды таңдадым, Ауған Кәусар. Міне Ауған Кәусардың есебін құрастыру тетігін басасыз. Есеп құрастырылып жатыр. Бұл кезде кішкене міне барлық есептер шықты. Енді сіз осыны басып шығару деген тетігін басасыз. Сонда сіздің экраныңыздан мынандай көрініс шығады. Осының ортасындағы басып шығару тетігін тағы басасыз. Ашылып жатыр. Міне ашылып шықты. Таблдің бірінші беті шықты. Үлгерім таблінің міне келесі беті шықты. Енді сізге бұл таблді басып шығару үшін мына принтердің көрсеткішін көрсетесіз. Басасыз. Сол кезде экранның сол жағынан таблдің сұлбасы шығады. Мына жердегі барлығы деген тетікті басып, мына жердегі тақ сан дегенді бассаңыз, таблдің бірінші бетін шығарасыз экранға. Міне мен бірінші бетін жібердім принтерға. Енді осы принтердан шыққан таблдің бетін, келесі бетін шығару үшін қайтадан қоямын. Принтеріңізде қалай орналасады, соған байланысты. Келесі бетке қосып аламын, печатқа беремін, тағы да басып шығару тетігіне. Барлығы деген аламызда енді жаңа жұп бетін ашамыз. Экранның сол жағында сіздердің таблдің келесі бөлімі көрсетіледі. Бағанағы бөлімнің парақтың екінші жағына осы печатты тағы да жібересіз. Міне таблдің екінші жағы басылды. Дайын болған таблды педагогикалық кеңестің шешімін, табль нөмірін және мектеп директорының мөрімен қолы қойылатын жерлердің барлығын қолмен толтырасыз. Міне осылай оп-оңай табльді жасап шығаруға болады, әріптестер. Рахмет тыңдағандарыңызға. Табльдеріңізді толық шығарып, істеріңізге жарасын деген тілектемін.